Баршаңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Тақырып: қаржы пирамидасы мен сетевой маркетингтің айырмашылығы. Қазақстан Республикасы заңына сәйкес, пирамида ол заңсыз. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 217 бабына сәйкес қылмыстық жауапкершілік қарастырылған. Сетевой маркетинг ол заңды жеке кәсіп ретінде қарастырады. Салық төлеушілерді іздеу сервисі арқылы басшысын табуға болады. Ұсынатын өнімдері: пирамидада заттай алтын, бағалы тас, сағат, тағы басқа. Бағасы заттың құнынан 10 еседен көп. Күнделікті өмірге керексіз. Және саяхат, құнды қағаз, инновациялық жоба және мүлде еш нәрсе болмауы мүмкін. Сетевой маркетингте заттай тұрмыстық өмірге керек заттар, киімдер, косметика, тағы басқа. Күнделікті өмірге керек, сапалы және қолжетімді бір кәсіпті дамыту мақсатында. Қаржы пирамидасы. Яғни Қазақстандағы пирамида жабылған, ұсталған, банкрот болған, адамдар ақшасыз қалған. Гарант 24 ломбард. Және ақша тек қана бұл жерде ақша рөл ойнайды. Ешқандай өнімнің сапасы да, оның сату табысы да жоқ. Мысалы, бриллиант, бірақ ол бриллианттың құны өз құнынан мысалы 50% көп болуы мүмкін. Сол сияқты көптеген алтын, гауһар, тастар. Саяхат, яғни ақша салу арқылы сіздерге саяхат және үй, машина бір ай немесе 2 ай көлемінде алуға болады деп өтірік алдайды. Бұл эмблема. Осы қаржы пирамидасының эмблемасы. Маркетинг. Яғни ол күнделікті үйде пайдаланатын заттар, мысалы сумкалар, күнделікті пайдаланатын косметика, денсаулыққа пайдалы тағамдар, коктейльдер, витаминдер, гигиеналық заттар, жалпы тұрмыстық заттар болуы мүмкін. Тіркелу үшін қаражат керек пе? Пирамидада тіркелу үшін қаражат міндетті түрде керек. Ал сетевой маркетингте тіркелу тегін. Табыс табу көзі. Пирамида жоғарыда тұрған бірнеше адам ғана мол табыс табады. Табыс табу көзі адам болып келеді. Сетевой маркетингте өз өнімін сата білген, активный, өз командасына сатуды үйретіп, сатылған өнім үстіне процент пайда табу. Өзін сатқан өнімнен немесе жаңадан қосылған адамның өнімінен пайда көреді. Қаржы пирамидасы. Мысалы, Аслан бақыт пен думанды шақырды.
Бақыт Гүлім мен Жанболатты. Ал Думан болса, өз командасына Али мен Салтанат шақырды. Олар онымен қоса тағы да, мысалы, Гүлім Қуаныш пен Асқарды, Жанболат Жандос пен Айжан шақырды. Али да өз атына адамдар тіркеді. Сол сияқты Салтанат та өз командасына адам жинайды. Солайынан барлығы бір-бірінің астына адам тіркеу арқылы үстіндегі жоғарыда тұрған адамдарға ақша жинап береді. Яғни Аслан, Бақыт, Думан, Гүлім, Жанболат, Али, Салтанат қана мол табыс таба алады. Ал егер де осы адамдардың атында басқа командасына адам жиналмаса, онда осы қаржы пирамидасы құлдырауға ұшырап, банкрот болып, ақшасыз қалады. Сетевой маркетингті өнімді сату және ұсына білу қабілетіне байланысты. Мысалы, Аслан өзінің атына Бақыт пен Думан тіркейді. Бақыт Гүлім мен Жанболатты, Думан болса Али мен Салтанатты. Осылайынан тіркеу арқылы ол өздерінің өнімдерін сатады. Яғни бұл жерде басты рөлде өнім ойнайды. Аслан өзінің өнімін сатып, және адамдарда ұсына біліп, олар да сол өнімді сата білуінің арқасында табысқа кенеледі. Бұл жерде Думан активный емес, яғни белсенсіз, а Салтанат белсенді, өз өнімдерін сатты және адамдарға ұсына білді. Астында тұрғандар да мол табысқа кенеледі. Тәуекелділік пен бәсекелестік. Пирамидада адам тіркелмесе бір күні жабылып қалады. Және бәсекелестік жоқ, тек алдау бұл жерде. Ал сетевой маркетингта өнімді сатып та пайда табуға болады. Өнім арасында, команда арасында бәсеке бар. Яғни жұмыс қарқынды жүреді. Қорытынды, пирамида оған мүлде жоламау керек. Қылмыстық іс болып саналады. Ал сетевой маркетинг, егер өнім пайдалы, сапалы, қолжетімді болса, табыс табуға болады. Жеке кәсіп ретінде қарастырылады. Назарларыңызға рахмет.